Birinchi WhatsApp'ta ссылканы басамыз. Көк ссылканы. Кейін регистрацияға кіреміз. Регистрацияны басамыз. Кейін мына регистрацияны басамыз. Кейін создать учетную запись толтырамыз. Ат жазамыз, фамилия, электронная почта и пароль. Потом нажимаем регистрацию. Кейін мына страницаға кіреміз. Сіздерде мына баланс $10 деп тұрады. Кейін оң жақта мына қызыл точка тұрады. Соны бассаңыздар $1 береді. Оны получить деп басасыздар, аласыздар. Мынарда $11 бар сіздерде. Менде бұл басқа. $11 болған кейін сол жақтан кіресіздер. Бинарный опцион деген. Кіргеннен кейін сізде мынарда $11 болады балансыңыз. Кейін $11-ға мына жаққа ақшаны вложить. Бұлардың өзіңіз таңдап аласыз, қай неге салатыныңызды. Например, 42-ке салып көрейік. 42. Активнен басасыз. Кейін анада $10-ға $5 саласыз. $5. Кейін продолжать дегенді басасыз. Күтесіз формирование заявкайды. Кейін продолжать дегенді басасыз. Кейін полный дегенді басасыз. Болды, сіздің $5 кетті. Нарда $6 қалды сізде балансыңызда. Енді тағы да мұнардан сол операцияны қайталайсыз. Тағы да бірінен аласыз да $5 жібересіз. Жаңа қайталайсыз полностью. Кейін $1 қалады, $1 тоже саласыз да, тағы да басасыз активнен. Сонымен мынаяқтың бәрі бітеді. Біткен соң балансыңыз 0 болады. Кейін финансовая платформаға кіресіз. Мынада 10 строка тұрған компания. Осын каждый басасыз да и до конца бітіріп шығасыз жұмыстарды басып загрузкасын бәрін бітіріп, оның бәрін өтесіз. Өткен соң уақытты басасыз да шығасыз. И осыны күнде таңертең қайталап отыру керек. Ертең уже сізге $10 уже, $11 уже, 20-40 $40 болып шығады. Оны тағы да саласыз уже, 5-іне уже побольше саласыз. Көресіз, егер $5 бермесе, онда сіз уже артық бермесе, онда 5-іне салып шығасыз бәрін. Ана екінші неге өтсеңіз, онда сізге уже $10 салуға болады. Сөйтіп сала бересіз. Рахмет.